Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге топчик. Бүгінгі видеомызда біз PES 2018-імізді жалғастыратын боламыз. Достар, осы видео роликтің астына давайте тоже 5 лайк жинап кетейік, сол кезде 3-ші бөлім шығатын болады. Достар, бүгін біз өзіміз матч ойнайтын боламыз. Бұяқта бізге матч челлендждер берілген екен. Сол челлендждерді орындап, өзімізге монета тауып, содан кейін барып, сол монеталарға пак ашып адамдар жинау керекпіз. Достар, осыға дейін мен неше түрлі пак аштым, бірақ ешқайсысында маған нормальный игрок түскен жоқ. Бізді аямай атыр. Давайте, достар, бірінші челленджге кеттік, соны орындаймыз. 50 майкл поинтс береді екен, онлайн матч челлендж. Онлайн матчқа кеттік, достар. People all around me, yet I feel so alone. I'm a dead man, walking zombie, singing my song. You want that fuck you music, go blow your brains out to it. Florida's finest, you find us inside that broke down, hooped it. People in front of my face, but they really wanna bust a hole in my back. I've been on go for a minute, but they really wanna move me off of my tracks. Достар, біз әрен дегенде екінші попыткадан өзімізге қарсылас таптық, және де оның составы орташа болады біздікіндей. Енді достар, біз кеттік. Сонымен ойынға бастасай. Достар, қарсыласымыз асықпайды мүлдем. Енді сол 5 секунд күтіп отыру керек. Достар, біздің онлайн матчымыз басталды. Ливерпульға қарсы ойнайтын боламыз. Яғни онлайн матч, достар, бұл жерде лаговать етуі мүмкін, қатуы мүмкін, сондықтан мән бермей ойынды көреміз. Бастасай. Так, бірдестен артқа беру ойнап жатыр. Рахмет. Достар, что-то қарсыласымыз бір түрлі. Финт істей алады екенсің, молодец. Өзінің финтін өзіне тажырдық. Так, достар, кішкене қатып жатыр. Оған мән бермейміз, және біздің ұлдарымыз Касселедин топты дұрыс бағыттамады вратаға. Доп бақытаймады. Так, достар, бізде ойын болып жатыр. Қазір кім ұтса, соған 50 золотой майкл поинтс беріледі. Сол майкл поинтсқа, сол майкл поинтсың үстінен тағы майкл поинтс жинап, яғни содан кейін пак ашып өте жынды игроктар түсіріп алуға болады. Мысалға, Лионель Месси, Криштиану Роналду және де басқа да жұлдызды игроктар түсіруге болады. Қаяққа пас бердің? Достар, бірінші голымыз абсолютно өте оңай келген гол болды. Өйткені финт жасап, бір нәрсе қылып вратармен қуып тұрды. Сондықтан да біз реальный гол салуға тұрсам және
Достар, біздің воротамызға мынаның несі отрывыгы жақсы екен. Біреуін алды, екіншісін алып кетті, үшіншісін алып кетті. И воротаға тегіземін. Біздің воротарымызда топ. Оны оңайлықпен ұстауға болатын еді. Алексис Видаль, Эстеджан ешқайсы баспен ұрамайды. Мал состав жинап аламын, достар. Айбай. Офсайд екен ғой. Мен басын түсінбей қалдым, достар. Өйткені мен ана допты тебетін шот ударды басып жедім да нечайна бір рет. И соған ана воротарьсты шалды ма деп ойлап қалдым. Бар атака через осы баламен өтетін секілді, өйткені. Не ударна? Удары бар екен, бірақ қазір дәлдік жетпей жатыр бұл балаға менің воротам гол салуға. Бір жақсы сәт түсіп дәлдік жетсе, онда бұл бізде де дәлдік бар және воротаға дұрыс допты бақтай ма, достар? Өте обидно. Ал допты. Алсай. Айттым ғой, достар, мен воротарым топ. Де Пабло. Гол. Болмайтын гол өткізіп жатыр ғой, достар. Бомж защитниктер жинап алған. Өткізсей. Қараңыздар, болмайтын голды өткізіп алдым. Осы жерде алатын еді, әшейін қасында жүр. Паткатты да екі жағынан қойса да салып кетті. Достар, ничего, состав жинап аламын әлде. Есеп 1-1 теңестірді әрен деген. Кірің ішке. Ұр Видаль, красавчик. 2-1, достар, Видаль екінші гол салды біздің командамызға. Жеңісті гол деп ойлаймын. Болмаса, одан да жақсы голдар саламыз. Осы, достар, повтор көрейін десең ауыстыр жіберсін. Минасы бар екен. Осын ұстау керек болды. Арқарай атакасы жүрмей қалады мүлден. Өйткені осы баламен алады да скоростьпен басады екен. Ол атакасы ол. Так, достар, Алексис Видаль, Кастелидин. Және де ішке көтереміз. Кім бар? Стоян және сәл ғана дәлдік жеткізбей қалды, достар. Төбемен алды, кішкене айналдыр. Допқа талас кезінде. Бірінші таймға 3 минут қосты, достар. Екінші таймды күтеміз біз. Ең соңғы атака, Есте Каутине. Так, достар, паузаға басып отыр уже. Ана бала. Мәсіған 3-ші гол, 3-ші банчка. Каутине. 3-ші гол салды. Әрине көрсетпейді. Баста. Айналайын, бітеді ғой ка бірінші тайм. Явно шығып кетейін деп тұр, достар. Содан кейін бізге 50 майкл поинтсымыз жетіспей қалады. Достар. Бірінші тайм біткен жоқ әлі. Бастасы біттірікті. Бітірдік, достар, әрең дегенде бірінші таймды. Және де менде шығаратын адамдар бар ма екен? Грей ойнамай.
Достар, егерде сіздерде мен сияқты пес бассасаңыздар, Эскаутиньомен ойнай беріңіздер. Эскаутиньо топ осы ойыншылардың арасында. Кіріншке Орвидаль, Каутиньо. Есеп 4-1 достар. Только ойыннан шығып кетпесе болды. До конца ойнаса Артем, вообще бәрі топ болады. Біз 50 май клуб поинтымызды аламыз и пак ашамыз, по-моему. Егер жетсе достар, 250-лік және 10-дық пакты ашамыз. Так, біздікі. Ұрсай. Достар, мен әшін ойнап жүрмін, өйткені 4 қолдан артық сасам осы шығып кететін секілді. Сондықтан да мен шанс беріп отырмын бұған. Так, не болды? Офсайд. Полношенец. Короче, офсайд достар. Полноценный офсайд. Өйткені жалғыз өзі нападада періп жүр. Сондықтан офсайд. Так, достар, қазір біз аут аламыз, және де 5-ші голды алсақ саламыз. Так, Айхетикқа пас. Эскаутиньо. Офсайд. Кішкене ғана офсайдта қалып кеткен екен достар. Шығып үлгере алмай қалған екен. Так, достар, ойынды до конца ойнап жатыр, бұл ырза болдым. Енді шығып кетпесе болды. Өте әдемі ашылу достар. Және есеп 4-1. Сол баяғы есеп 4-1 достар. Өте әдемі пас және лонгшот жоқ достар. Бұлардың ешқайсында лонгшот. Алыстан бір варатасын періп жіберіп отыратын. Так, достар, тағы да пас және удар. Гол достар, өте әдемі гол. Бұл жол лонгшот болды ма, болмады ма білмедім. Бірақ әйтеуір әдемі гол болды. Көрсетпейді повтор. Баста шығып кетпе. Ойна до конца. Уже достар, уже айдалаға теуіп, үйтіп сөйтіп жүр. Давайте достар, шанс берейік. Егер ойнай алса. Ой-ой-ой. Так. Эскаутиньоға шарылған пас және Ереминя орнында. Ложный замах достар. Еремина ма сондай. Сол защитниктен ешқайсысы өте алмай жатыр. Сондықтан да төңкеріп отыр ғой барлығын. Рахмет. Стеджанг, Виталь. Так, аут қазір достар, и аутты алып Алексей Дальға береміз. Және де атакаға шығатын боламыз достар. Левый фланг ашық секілді. Жауып үлгерді. Так, Де Пабло. Так, достар, өте қате пастарды беріп отыр. Алдында тұрған адамға берудің орнына. О, айдалаға береді. И алдында тұрған адам үлгере алмай қалады. Және 1 метрден сала алмай қалды достар. 1 метр әлде 2 метрде ондай ойыншыларды пес берді, енді амал жоқ ойнаймыз достар. Рейтингтері ең көп, ең ойнай алады деген ойыншылар. Айхетик, Стоян, Каутиньо. Так, алау. Так, слабый болды достар, удар слабый болды. Так, достар, енді бітті 5-1 счет.
Молодец, бала ұтылса до конца ойнады. Респект отдельный. Және де достар, қазір біз 50 Майкл поинтсымызды алатын боламыз, золотой. И тағы да так 200, так 50 Майкл поинт алсақ 210 болады бізде достар. Және де тағы пак ашатын боламыз. Пак ашпайтын секілдіміз. Так, 740 болады мынаның барлығы достар. 2170 теңге. Ай, теңге деп монета болды. Осылардың бәрімен контрактта отыру. И достар, енді кеттік онлайн матч челлендж. 50 Майкл поинтсымызды алдық. Өттік онлайн матч челленджді. Екінші Майкл челленджді ше. Бұда спек ел агент голд. Короче, бұл да пак достар. Давайте ойнайық. Мен ойымша пак, өткен спек ел агент голд дегенді менде бір рет түскен еді. И оны мен алдым. Короче, и оны аштым да сюрпризден. И содан кейін бірдестен мен пактар арасында голд игроктар ашылды. Короче, арасында и золотойдың өзі редко болды. Золотой игроктар. Только серебряный игроктар жүрді бейт. Күміс игроктар. И золотой доп қатысамадым. Мен 3 рет аштым ба сондай пакты. Короче, сондай болды. Так, достар, тағы бір біздің қарсыласымыз пайда болды. Составын көріп жіберейік. Бастапқыға жақсы состав жинаған достар. Бұны ойнау қиын болмайтын секілді. Так, күте тұрамыз. Болды, басты болды. Бастады, менің де составын көріп алған секілді. Достар, кеттік ойынды ойнаймыз. Және де осыны ұтып тағы да Майкл Points жинау керек. И сон кейін пак ашамыз. Достар, осы видеоның соңында өте көп пак болады. Және де сол пактың бәрін көреміз. Сон кейін достар, мынандай видео шығарам ба деп жатырмын, осындай проект. Короче, мен песте салған ең мықты әдемі голдарымды сіздерге ютубқа салып тұрам. Осындай әр жексенбі сайын. И сол оны ұнап жатса комментарияға жазып кетіңіздер. Топовый голдар да бар. Мысалы, көпсі лонгшот достар, топовый болғанда лонгшот. Алыстан салынған голдар. Лонгшот болып келетеді да парашютпен сақ кететіндер де бар. Так, достар, біз қазір біздің қарсыласымыз өте мықты атакаларды істеуге тырысып жүр. Так. Достар, аламай қалдық скаутингемен. Біздікі. Видаль, ал, красавчик. Ашылды Видаль. Қашамат. Достар, өте сенімді қорған ойын өткізіп жатыр. Бізбен равный ойыны бізбен бірдей. Сондықтан да қазір мен көбінесе үндемей қалып жатырмын, өйткені опасно болып жатыр бізге, және есеп 1-0 есепті ашты достар. Главный ұтылып қалмау керек. Бізге пак алу керек, және де соны ашып бізге топовый игроктар түсіру керек. Бұған повторын көрсетпеймін ме деп тұрмын, өйткені менікіне көрсетпейтін секілді бұл. Сондықтан көрсетпейміз. Өйткені мен онлайн матчта біреу болсын менің повторымды көрсетпеген. Бір рет болсын хотя бы. Сондықтан да мен де көрсетпеймін. Айхетик. Стоян. Ал. Екі адам жабылып, бір адам мен оламай алды. Так, Видаль. Каутиньо. Топ жетпей қалды достар. Станан. Так, достар, ойын жалғаса тұр. Өте қиын ойын достар. Болып жатыр. Еще интернетті кішкене қатып қалып жатыр. Сон кейін қиын болып жатыр. Абылай ойын қатпай бейт. Интернет қатпай ойын алса, ойнауға болады. Так, достар, мынада Хесус Навас бар секілді, өйткені
Міне Жесус Навас. Жесус па. Әрқайсысы әртүрлі оқиды достар. Сондықтан да мән бермейміз. Ойын жалғастырамыз. Кью деймін, біреулер деген. Ойыншылар да шығып жатыр. Жесус Навас. Василич. Жоқ, гол емес. Достар, бізді кешірді бұл бала. Просто кешірді. Өйткені мен уже қорқтым 2-0, одан кейін 2 гол салу қиын, әлі біз 1 голымыз салмағанбыз. Осы біздің голымыз болатын секілді. Видаль. Каутиньо. Гол, достар, 1-1 біз теңестірдік. Мен айттым ғой атаканың басында басталып, осы біздің голымыз болатын секілді деп. Голымыз болды реально, достар. Енді ары қарай да біз ойнап осы баланы ұту керекпіз. Ойын жалғастырамыз, достар. Және де бірдестен атакаға шығып кетті. Және өте қауіпті болуы мүмкін. Достар, кешірді тағы да. Өйткені уже бір сәтте біз ұтылдық деп ойлап қалдым. Алекс Видаль. Степчанк. Степчанк. Жоқ. Красавчик. Ей! Блин, угловой әкеп алды өзімізге, достар. Өте асығып жүгіріп келетті да, скорспен кеп. Өзімен бірге әкет қалды. Так, шығар Оливерс. Красавчик вратарь, не деген сейф, достар. Өте мықты сейф, және сары қағаз. Не үшін? Повторын көрсеткенде болар еді. Достар, бірінші тайм аяғына келді, достар. Екінші таймда біз ұту керекпіз. Ол да сразу бастады екінші таймда. Екінші таймда өзіміздің қолымызға алу керекпіз, достар, айтпесем. Вообще ұтамаймыз. Ұтуға шанс болмай қалады уж. Ё-моё, не деген переброс воротадан. Офсайд, достар, еще офсайд та жоқ қой. Пес қуды, достар, пес вообще қуды. Повторын көрсеткенде олар еді. Білді олды офсайд екен, бірақ пес қуған білді, сондықтан повторын ауыстырып жүрді. Пес қуды. Бірдесін қолына ұсталды. Жесус Навас. Хорош Робертсон. Аяқта Каутиньо құлап жатыр. Каутиньо, давай. Так, достар, Алекс Видаль. Ашыл Каутиньо. Өте жақсы. Кастелидин. Ё-моё. 2-2 қылатын жерде 2-1 болып әлі қалды. Молодец. Видаль, жетті, достар. Оройс Каутиньо. Және не деген сейф. Сейфтер болып жатыр, нәқті өте жынды. Және де алды ғой допты, өзі бере алмады ғой. Блин, достар, ойын жүрмей жатыр. Ойын жүріп жатыр, қызық болып жатыр. Бірақтан менің қолым жүрмей жатыр. Не деген гол болып тұрған жерлерден шығарып жатыр. Бір кезде перекладина болады, бір кезде вратарис қайтарып қалады. Ше ойын.
Және болмады достар, болмады. Тағыдан алдыға қарай переброс жасай береді екен. И офсайдта болмайды екен. Пенальти. Жоқ, пенальти. Тап-таза ғой бәрі. Болды, кетті, аут. Достар, 87-ші минут. Есеп 2-ге 1. Есеп теңестіру керек. Теңестірмек пас бере алмай жатырмын. Міне кетті, уақыт созды. Созды уақытты. Енді арттан кеп екі аяқпен, тем более қызыл давай. Қызыл. Хотя сары. Қызыл. Қызыл берілді, достар. Және де бұл біздің шансымыз, қызыл берілді. Жоқ, удар емес. Блин. Бұл пакты аламадық, достар. $405-ке түсіп кетті рейтинг. 410-да тұр. Достар, осындай да ойын болды бүгін. Пак ашу керек еді. Болмай қалды пактың ешқайсысы, достар. Және де, достар, бізде әлі шанс бар. Содан кейін енді біз қазір көреміз. Шысынан дейді. Сейф аламыз. Жетпіс. Так. Енді анады аламыз. Болды, достар, бүгін біз қазір пак аштық. Уже мен, достар, екінші пагым болады. Майкл Пойнтсқа ашып отқан. Осы видео барысында. Және де, достар, мен сол Майкл Пойнтсты өте жай жинадым. 240 біреу жетпей қалды. 10 Майкл Пойнтс жетпей қалды, достар. Бүгін ашпайтын секілдіміз. Достар, енді біз тағы да сол Special Gold Challenge-ды орындап алу керекпіз. Қандай челлендж? World Cup. Мадридский White. Яғни Реал Мадрид. Енді White. Топчик кезет және Special Team. Реальный Реал Мадридпен ойнайын деп тұрық, достар. Криштиану Роналду, Карим Бензема, Асенсио, Тони Кросс, Лука Модрич, Лукас Васкес, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карвахаль, Навас бар да. Достар, және де менің екінші емес бірінші аккаунтымда, бұл екінші аккаунтым. Бірінші аккаунтымда основной ояқтан мен 250 Майкл Пойнтсқа пак аштым. Және де сол пактан өте мықты бір игрок түсті. Және де ол пакты мен осы видеоның ең соңына қоям. Және де сол пакта маған қандай позициядан түскенін айтам. Қазір қандай позициядан түскенін соны табыңыздар. Әлемнің ең үздік левый защитниктерінің бірі Бразилия құрамасы. Және де қай клубта ойнайтынын айтпаймын. Левый защитник Бразилия құрамасы да ойнайды. Және де жұлдызды игрок. Және де өзіңіздің ойыңызды комментарияға жазып кетіңіздер кім екенін. Так, Серхио Рамос қателесті. Рафаэль Варан. Есеп 1-0. Достар, бұл оңай ойын болады. Және де біз онлайн челлендж орындау керекпіз. Және де, достар, осының бәрін орындап болғаннан кейін пактар ашатын кезде кездесеміз. Достар, мен 260 Майкл Пойнтс таптым. Және де 19.3
10К монетамыз бар, және де 10 мың монетаға давайте полузащитник ашайықшы. Содан бір нәрсе түсетін шығар деп ойлаймын. Хотя бы золотой. Екі не доп ары өтіп кетті золотойдан. Және Микель Мерино. Так, достар, енді біз өзіміздің жалғыз үмітті пагымызға өтетін боламыз. Осы сияқтан бір жақсы ойыншы түсіріп алуға тырысамын, достар. Сары золотой қара, сары золотой қара. Давай, қараға өт. Ё-майо. Қазір, достар, менде бір странный ой болып тұр. Өйткені мен бірінші аккаунтымда дәл осындай серебряный игрокқа түстім, және де қасында қара игрок бар еді. Короче, доп тұрды. И ол тұрып тұрды да, соған қараға ауысып кетті да, ал менде ауыспады. Что-то странно, достар. Достар, осымен біздің ролигіміз аяқталды. Лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған топчик. Сау болыңыздар.